Эфирде бүгінгі күннің ең өзекті жаңалықтар топтамасы студияда Айнагүл Сәрсенбайқызы. Қазақстан тарихында биыл алғаш рет дамыған елдер тәжірибесімен праймер. Жерлестер, мен де бағымды сынап, телеарна саласында жинаған тәжірибемен бөлісуге дайынмын. Мен Айнагүл Сәрсенбайқызы 86 жылы дүниеге келдім. 2004 жылы Рудындағы мектеп қабырғасын, 2009 жылы Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің журналистика мамандығын тәмамдадым. Еңбек жолымды 2006 жылы Соколов-Сарыбай кен өндіру бірлестігі акционерлік қоғамның ақпараттық орталығының ТВС телеарнасынан бастадым. Мен бұқаралық ақпарат құралдарында 10 жылдан астам жұмыс істедім. Сондықтан қоғамның немен қалай өмір сүретінін және қандай өзекті мәселелер бар екенін жақсы білемін. 2015 жылдан бастап отбасымен Екібастұз қаласында тұрамын. 5 жыл бойы қайнар білім беру және бос уақытты қамту кешенде ұйымдастырушы, кейін қаламыздағы ең алғашқы балалар медиа орталығының жетекшісі болдым. Қазір Өнер қалалық мәдениет орталығы директорының көркемдік жұмыс жөніндегі орынбасары қызметін атқарамын. Құрметті жерлестер, партияластар және партиямыздың жақтаушылары. Екібастұз жаңашылдықтың қолдайтын заманауи және болашағы зор адамдардың қаласы. Біз лайықты өмір сүру үшін өзіңіз дұрыс таңдау жасаңыз.